Good day students, how is it going? Қайырлы күн оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Smiles Grade 4 People's Book кітабындағы 88 және 89 беттердегі жаттығуларды бірге орындайтын боламыз. Бірінші бізде exercise number 14. 14-ші жаттығу listen, point and repeat which of these do you like, which don't you like дейді. Бұл жерде оқушылар көріп тұрғандарыңыздай тағам атаулары, жаңа сөздер өтетіңіз. Бірінші менен кейін қайталап осы сөздерді сөздіктеріңізге жазып алыңыздар. Listen and repeat after me. A pocket of peas. A pocket of peas. Bir қаптама бұршақ. A pot of yogurt. A pot of yogurt. Bir қаптама йогурт. A jar of honey. A jar of honey. Bir құты бал. A bottle of cola. Bir бөтелке кола. A loaf of bread. A loaf of bread. Bir бөлке нан. A carton of juice. A carton of juice. Bir қаптама шырын. A bar of chocolate. Шоколадтың бір бөлігі. Watermelon. Watermelon. Watermelon қарбыз. Walnut. Walnut. Walnut грек жаңғағы. Cracker. 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 Peanut. Peanut. Peanut жер жаңғақ. Crispus. Crispus. Crispus қытырлақ картоп. Және де оқушылар былай сұрақ қойған, қайсысын ұнатасыздар, қайсысын ұнатпайсыздар деп. Яғни өздеріңіз жауап бересіздер. Which of these do you like, which don't you like деп тұр. The next exercise number 15. Read and choose the correct word. Келесі бізде оқушылар 15-ші жаттығу оқы және дұрыс сөзді таңда дейді. Яғни қарамен берілген сөздің біреуі қате, біреуі дұрыс. Мысалға біріншісінде pocket немесе carton of juice деген. Яғни бір қаптама шырын бізде carton болады. Екінші бізде a bar немесе loaf of bread. Бізде қараймыз, яғни бір бөлке нанды a loaf of bread деп атаймыз ғой. Яғни loaf сөзін таңдаймыз. Келесі үшінші a bottle or bar of cola. Яғни бір бөтелке коланы біз қалай айтамыз? A bottle деп айтамыз. A bottle of cola. Төртінші a carton немесе pot of yogurt. Яғни бұл жерде a pot of yogurt болады. Бесінші a carton немесе loaf of milk. Яғни бір қаптама сүтті біз loaf демейміз, a carton of milk дейміз. Алтыншы a bar немесе bottle of chocolate. Бізде әрине a bar of chocolate болады. Жетінші a can немесе pocket of peas. Бұл жерде a pocket of peas таңдаймыз. Сегізінші a bottle немесе jar of olive oil, яғни olive oil деген оқушылар бізде зәйтүн майы. Бұл жерде a bottle of olive oil болады. Келесі бізде exercise number 16. Look at the trays. Who eats healthy food, who eats junk food дейді. Яғни подностарға қара деген. Бұл жерде кім пайдалы тағам жеп отыр, ал кім зиян тағамдар жеп отыр дейді. Бұл жерде бізде Сәуле eats healthy food and Улан eats junk food деп жазамыз. Яғни Сәуле пайдалы тағам жеп жатыр, ал Улан болса зиян тағамдарды. Келесі бізде оқушылар 89-шы бетте study spot, яғни ереже, some, any есімдіктер және an артиклдары жайлы көрсетілген сөйлемдер, мысалдар. Мысалға, there is some olive oil дейді. Жалпы some, any деген ол бізде бірнеше, біраз және кейбір деп аударылады. Яғни ол сөйлемнің мағынасына қарай аударылады. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай some ол бізде болымды сөйлемде келген, ол бізде болымсыз сөйлеммен сұраулы сөйлемде some келмейді. Some есімдегі ол тек қана болымды сөйлемде келеді. Ал any болса бізде болымсыз сөйлемде, яғни there isn't any cola. Онда кола жоқ деген. Are there any apples? Онда алмалар бар ма деп сұрап тұр. Яғни бұл жерде сұраулы сөйлем болғандықтан any қолданамыз. Келесі бізде an артиклі. Артиклі бізде белгісіз артиклі, яғни белгісіздік артиклі. Белгісіз бір нәрсені айтқан кезде, және де ең бірінші айтқан кезде артиклін қолданамыз. Мысалға a carrot деп тұр. Яғни бір ғана carrot бізде бір ғана сәбізді айтқанда айтамыз. Ал бізде неге an egg деп тұр. Яғни an бізде дауысты дыбыстардың алдында бізде an артиклін қолданамыз, яғни a емес n. Егер
келесі сөз бізде яғни дауысты дыбыстардан басталса E, A, Y, U әріпінен басталатын болса бізде N артиклін қолданады екенбіз. Келесі бізде орындайтын жаттығу оқушылар 18-ші жаттығу write the words in the right box дейді. Сөздерді дұрыс қорапшаға сал деген. Бұл жерде бізде some, және N артиклдары берілген. Жаңа сіздерді түсіндіріп кеткенімдей, белгісіз артиклі, N бізде тағы да белгісіз артиклі, some бізде бірнеше, кейбір, біраз деп аударылады. Бірінші бізде orange, ол бізде an orange болады. Яғни orange дегенде бізде O әріпінен басталып тұр сөз, сондықтан дауысты дыбыстан басталса, біз an артиклі келеді. Келесі carrot, ол бізде бір ғана сәбіз болғандықтан a carrot дейміз. Келесі бізде яғни crisps, қытырлақ картоптар, оны немесе чипс деп айтсақ та болады. Оны біз самға жазамыз. Келесі бізде оқушылар картоп, ол бізде a potato болады, яғни a артикліне жазамыз. Келесі бізде honey, ол бізде сам есімдігіне жазамыз. Келесі, ол бізде оқушылар onion, яғни пияз, немесе жуа деп айтамыз, ол бізде n артикліне жазылады, яғни o әрпінен басталып тұр, дауысты дыбыстан an onion болады. Келесі, бұл бізде apple жазылып тұр, n артиклінде, және де йогурт. Бізде йогурт, ол бізде сам есімдігіне жазамыз. Келесі 19-ші жаттығу read and choose, оқы және таңда деген. Қарамен берілген екі сөздің біреуін таңдауымыз қажет. Енді қарап тұрсаңыздар, бірінші сөйлемде some сөзін таңдаған, себебі бұл жерде болымды сөйлем келіп тұр. Екінші бізде is there some немесе any pizza. Бізде сұраулы сөйлем болған кезде қайсысын қолданатын едік? Әрине any, яғни бұл жерге any'ді белгілейміз. Үшінші бізде are there some немесе any eggs. Бұл жерде де any болады. Төртінші there isn't. Бұл жерде де any orange juice болады. Себебі бұл сөйлем болымсыз сөйлем. Болымсыз сөйлем болғанда бізде any қолданамыз. Келесі бізде бесінші there aren't any peas болады. Бұл жерде де болымсыз сөйлем, сондықтан да any қолданамыз. Соңғы алтыншы бізде some болады. There is some pasta болады. Соңғы бізде орындайтын жаттығу 20-ші жаттығу. Бұл жерде оқушылар былай деп тұр. What is there is in your lunch box? Choose food items, tell the class дейді. Бұл тапсырманы ауызша орындасаңыздар болады. Яғни бұл жерде сіздің түскі ас қорапшаңызда не нәрсе бар дейді. Осы жерде 4 нәрсені таңдап, солардың атын, яғни осы тағам атауларын сыныпқа айтыңыз дейді. Мысалға оқушылар мына жерде мысал сөйлем берілген. There is a burger, a carrot, some crackers and some pizza in my lunch box деген. Менің ланч боксында, яғни түскі ас қорапшамда бургер, сәбіз, және де крекерлер, және де пицца бар деген. Оқушылар дәл осы сөйлем сияқты, сіздер өз сөйлемдеріңізді жазасыздар, яғни тек қана бұл жерде сөздерді алып тастап, кейбір сөздердің орнына басқа сөздерді қойсаңыздар, мысалы бургердің орнына жұмыртқа алып баратын болсаңыз, жұмыртқа деп жазып, пицца деген сияқты. Яғни өздеріңіздің мысалдарыңызды жазасыздар. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. See you next lesson. Goodbye, students.